Ал Орал жылу электр орталығында өндірілетін электр қуаты енді жылына 300 миллион киловатт сағаттан 420 миллион киловатт сағатқа жетпек. Осындағы агрегаттарды салқындату үшін жайықтан тікелей алынатын су мөлшері 10 миллион текше метрден 6 миллион текше метрге дейін азаяды. Мұндай жетістік айналма су қондырғысын орнату арқылы іске асқан. Бүгін іске қосылған құны 3 миллиард теңге тұратын жаңа қондырғы турбиналық агрегаттардың қысы-жазы қалыпты қызметін қамтамасыз етеді. Әрі экологиялық жағынан тиімді. Пайдаланылған су бұрынғыдай өзенге кері құйылмайды. Сонымен қатар биыл бірінші агрегат толық жаңарады. Үшінші агрегатты жаңғыртудың сметалық құжаттары жасалады. Мына жылу электр орталығының өзінің ғимаратына келетін болсақ, осы бағытта да 11 нысанды күрделі жөндеу және қайта жаңғырту бойынша қазір уақытта жобалау сметалық құжаттама жасақталып жатыр. Бұдан басқа бізде жылу желілері бар. Оның деген 250 километрі қазір уақытта Орал қаласында. Жылу желілеріне келетін болсақ, бізде Қазақстан бойынша жылу желілеріміз сары аймаққа жатады. Тозығы 50-8% жатады. Бірақ та бұған қарамастан қазір уақытта біз 5-6 километрға жобалау сметалық құжаттамалар жасақтап жатырмыз.